21 мамыр Қазақстанның мәдениет және өнер қызметкерлер күні. Мәдениет пен өнер қоғам дамуының қажетті саласы. Мерекеге орай Теміртау қаласында концерт ұйымдастырылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Гүлім Сыздықова Теміртау қалалық тарихи өлкетану музейінің экскурсиялық бөлімінің меңгерушісі. Еңбек өтілі 18 жыл. Музейде 16 авторлық жобасы бар. Заман талабына сай балаларға экскурсия өткізеді. Жаңашылдыққа бейім. Бүгінгі концертте арнайы алғыс хатпен марапатталды. Мәдениет саласы қызметкерлері, яғни барлық осы сала қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтаймын. Біріншіден шығармашылық табыс тілеймін. Әрдайым тек жақсылық, амандық, отбасыларыңызға береке, бірлік болсын, үлкен белестерден көріп, тағы да басқа биік шыңдарға жете беруге тілектеспін. Концерт барысында қала әкімі Ораз Таурбеков музей, кітапхана және мәдениет үйінің қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтап тілегін білдірді. Бүгін біз осы залда өнер және мәдениет қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтауға жиналып отырмыз. Құрметті достар, сіздердің атқарған қызметтеріңіз өте асыл. Атқарған қызметтеріңізге алғысымды қабыл алыңыздар. Сіздерді кәсіби мерекемен құттықтай отырып, баршаңызға шығармашылық табыспен жетістіктер тілеймін. Теміртау қаласында 400-ден астам мәдениет қызметкерлері жұмыс істейді. Шара барысында қала әкімі 11 аталым бойынша үздік мамандарға алғыс хаты мен ақшалай сыйлық табыстады. Үздік ақын номинациясында әріптестерімді осы тамаша мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Өте маңызды сала, өте керек іс-шара жүргізесіздер. Сондықтан еліміз аман болып, жұртымыз тыныш болып, әрқашанда мемлекетіміз гүлдене берсін. Мәдениет қызметкерлері әрқашанда өз өнерін көрсете берсін. Кеш барысында қалалық мәдениет сарайының артистері, музыкалық және би ұжымдары сахнаның сәнін келтірді. Аталмыш шара 3-ші жыл өткізілді. Ұйымдастырушылар мұны дәстүрге айналдыруды көздеп отырғанын айтады. Дариға Жаманова, Жайнат Жақсыбаев, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.